4 күннен бері жоғалып кеткен бала іздестіріліп жатыр. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Ақтөбеде 4 жасар бала 2 күннен бері іздестіріліп жатыр. 28 желтоқсанда Ақтөбе қаласы Қазанғап көшесіндегі номер 59 үйдің аудасында 2018 жылы туылған Ахинов Данил Артурович жоғалып кетті. Баланы іздеуге полицияның кешенді күштері жасақтары, ұлттық ұран әскери қызметшілер менен еріктілер тартылды. Қараусыз қалған гараж, саяжайлар, орман екпелері және жақын маңдағы су аудандары тексеріледі. Сүңгуірлер қазіргі құдықтарынан тексерілді. Белгілері бойы шамасы 1,20 см, дене бітімі арақ, шашы қоңыр түсті. Киімі капюшоны бар қызғыш сары түсті күрте, ашық көк түсті тоқылған бас киім, көк түсті көдір аяқ киімі. Қандай да бір ақпаратқа ие болған адамдардың барлығына 102 нөміріне не болмаса 8771 785 10 58 нөміріне қоңырау шалуын сұраймыз деп хабарлайды полициядағылар. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.